Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира. Бүгін біз осындай Фатима матасынан бантик жасайтын боламыз. Осы бантикті жасау үшін бізге Фатима матасы қажет. Мен 20 сантиметр, ені 20 сантиметр, ұзындығы 1 метр етіп кесіп алдым. Және де қызыл резинка, ыстық клей және де инежіп қана қажет. Енді осы матамыз екіге бүктеп, ортасынан көктеп шығамыз. Көктеп болған соң бантигімізді жиырып, резина қадаймыз. Жинап болған соң бантигіміздің складкасын келтіріп, арасын ашып аламыз. Мінекей достар, біздің бантигіміз дайын болды. Бантигіміз ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.